Бір күні жұмыста Азамат өзінің маңызды істерімен айналысып отырғанда, оның әріптестері де бос отырмай, кішкентай қонақтың көңілін көтеріп отты. Анаңның жұмысына келгенге не жетсін? Кенеттен Азаматтың көз алдына түтін пайда бола бастады. Уайымдауға себеп жоқ. Жарайды, мен кімді алдаймын? Кеңседе өрт басталды. Шұғыл құжаттарды шығарыңдар. Техника біздің есебімізде. Терезеден лақтырайық па? Кенеттен Азаматтың көзқарасы бұрышқа түсті. Бұрышта бала қорқып анасынан айырылып, не істеу керектігін білмей отыр. Әріптестер, тоқтаңдар. Біріңнен соң бірін қатарға тұрыңдар. Барлығымыз бірге өрттен шығатын есікке барамыз. Барлығы бірге төмен түсіп, Азамат баланы анасына тапсырды. Үрейі қашып ұлынан айырылып қалыпты. Бірақ құжаттарды алуға уақыты болған. Басымдық. Өмірде әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Бірақ балалар үшін тек ата-аналар ғана жауап береді. Өмірде қандай өрт болмасын, балаларыңызға қамқорлық жасаңыз.